Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгінгі видеода біз сіздерге өзіміз жаңа тренировкамызды, программамызды көрсететін боламыз. Бұл бізге бұрыннан бері өзгерткен, уже 2 апта болып қойды, Рамазан? Оны негізі, қазір біз көрсетеміз оны. Рамазан, анау тренировканы бастайық та, одан да кеттік. Ондай болса достар, кеттік, видеомыз бастаймыз. Сонымен достар, бірінші жаттығу бізде приседание болып табылады. Приседание жасаған кезде негізінен техникасына назар аударыңыздар. Техникасы ол сіздердің аяқтарыңыз иық бөлімінен кішкене алшырақ болады, және де аяқтарыңыз түзу тұрады. Аяқтарыңыздың ұшы тізеңізбен бірдей болу керек, және жасаған кезде 90 градусқа дейін отырасыз, және қайтадан тұрасыз. Сосын барлық күш сіздердің өкше жаққа түсу керек, және де сол кезде сіздің жамбас бөлігі, сосын аяқтың квадрацепстері қимылдайтын болады. Сіз егер толық отыратын болсаңыз, ол дұрыс болмайды. Содан соң достар, 5 подход жасайсыздар, 5-5-тен, және подход саны, мысалы, соңғы подходқа жақындаған сайын салмақты көбейтіп отырасыз. Сонымен достар, екінші жаттығу горизонтальный жим, яғни бұл жерде техникасын айтып кетпесем бұрын, бұл мойыннан сізге қарай көтерілетін болады. Бұл кезде арқа бұлшықеттері, сосын иық трицепске дейін қозғалады. Трицепс негізінен қалай айтады, бұл жаттығу жасайтын болсаңыз, онда сіздің итеру күштері негізінен өте жақсы дамитын болады. Сондықтан да белдік тағуды ұмытпаңыздар. Бүйрекке жаман қатты күш түседі. Омыртқаңызды майыстырады, және беліңізге көп күш түседі. Осы тренировкадан соң беліңіз ауыруы мүмкін. Ал егер мінекей осындай пояс тағып алатын болсаңыз, онда ауырмайтын болады. Олай болса, осы тура бағанағы сияқты 5 подход 5-5-тен, сосын өзіңіздің ең соңында максимум күшіңізге шығаратындай жасасаңыз болады. Салмақты әр подход сайын көбейтіп отырасыз.
Сонымен достар, келесі үшінші жаттығу. Бұл жаттығу становый тяга деп аталады, яғни штангыны сүге қарай көтеру. Бұл жерде сіздерде техника негізі бел майыс кетпеу керек, себебі бел майысы ол бүйрекке өте қатты зиян болады. Сондықтан да ең басында ақырын, аз веспен алып отырсаңыздар, немесе осындай сумо деп аталады. Сумо дейтін әдіс болып табылады. Екі әдісі бар бұның. Біріншісі классикалық, жаңағына дәуіт сепкетті, екіншісі бізде сумо. Бұл кезде белдеріңіз майыспау керек, ең бірінші техникасы сол болып саналады. Және бұл жаттығуды жасаған кезде ең бастысы сіздің қалай айтса болады, күшіңіз көбейетін болады. Бұл жерде ең бірінші аяққа және де арқаға күш түсетін болады. Сол арқылы сіз екі аяқ бұлшықеттер мен арқа бұлшықеттерін шығарады деп айтсақ та болады. Бұдан да 5 подход, 5-5-тен жасайсыздар. Әр подход сайын килограмм, яғни салмақ санын көбейтіп отырасыздар. Get down to the baseline. Достар, осы видеомыз аяқталды. Сіздерге бұл жаттығу ұнады деген ойдамыз. Бұны бізге кәдімгідей мен бұдан кәдімгі прогресс дегенде өзіме кайф дейді ғой. Рахаттанатын жаттығу ғой. Бұл жерде бұл жүйе бар, яғни сіз аптасына 3 рет жасайтын боласыз. Бірінші күн және үшінші күндері сіздерде бір жаттығу, ал екінші күні басқаша болады. Бұл кезде сіздің арқа бұлшықеттер, негізгі ең үлкен бұлшықеттер грудак, арқа және аяқ бұлшықеттерін өсіретін боласыз. Яғни бұл жаттығу негізінен неге арналғанын айтып кетейік. Бұл жаттығу негізінен салмақ қосу үшін. Салмақ қоса алмай жүргендер, мысалы, соларға нағыз арналған жаттығу. Бұл ең қиын жаттығулар жасау арқылы сіз өзіңіздің үлкен бұлшықеттеріңізді өсірген кезде сізге тезірек және көбірек салмақ қосуға болады. Сосын бұл қарапайым да былай орналасқандары. Сосын жүйемен, ал біз алдында программа істеп жүрдік қой өзіміз. Олардың бәрі біз шашылып, өзіміз не істеп жүргенімізді түсінбей жүргенбіз. Ал осыны жасадық, біз кәдімгі жүйеленіп кеттік. Ана жерге барып тұрмайсың, ана килограмм, мына килограмм. Барамыз, саламыз, сразу үйреніп алдық. Сосын достар, бұл программаны тағы да айта кетейік. Дэвид Лайт, Дилан
деген сияқты тағы кім бар? Олар бастамасында жасады ғой солай. Кім? Шумаденко, Владимир Шумаденко. Өте көптеген атақты блогерлер, спорт, фитнес блогерлер бәрі осы жаттығуды жасап көрген. Және сіздерге де кеңес береміз. Біз де жасап жатырмыз, но бірақ бізде қалай айтса болады, біз осы айда жаттығу залына бара алмайтын болды. Себебі бізде белгілі себеп бар. Рубежка, сессия деген сияқты. Соны жауып тастағаннан кейін келесі айда қаңтар айында баратын боламыз. Баяндамаңыздар. Кім келем деп еді ғой? Райымбек Ералы келем деді ма? Онда келетін болса, мүмкін бірге видеода, зарубада түсіріп қоғанымыз. Ондай болса, достар. Айтпақшы, мына жерден қазір сурет шығады ғой. Анау, ішінен кім программаның суреті. Программаның суреті, мінекей осы сурет. Сосын, достар, міне сіздерге біз көрсетіп отқан программа ұнады деген ойдамыз. Біз өзіміз жасап көрдік, және де үлкен нәтиже алдық. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, осы программа және де біздің каналымызға бір шерт келіп отырсаңыз, онда каналға міндетті түрде тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, және де қоңырау шаны басуды ұмытпаңыз. Жылдың соңына дейін достарымызға айтып болсын, реклама жасап болсын, көмектесіп, каналға 5000 подписчик жинап. 5 мың емес, 5000 подписчик. 5000 достар, осымен видеомыз аяқталды. Жұмыс істеуді тоқтатпаймыз. Тек қана алға достар, сау болыңыздар.